Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін мынау Жанат Бақыттың айтқандарына қатысты тақырыбымызды жалғастырамыз. Бүгінгі енді тақырып өте күрделі тақырып. Яғни Жанат Бақыттың айтқанындағы қазақ өзінің негізіне, тарихына оралады. Қазақ тілі әлемдік тіл болады деген тақырыпта айтатын боламыз. Ой өрнек туралы айттық, тастарды зерттеу туралы айттық. Жанат Бақыттың айтқаны бойынша қазір тағы да осыған қосымша айтатын боламыз. Ең алдымен қазақ тілі әлемдік тіл болады деген тақырыпқа келейік. Жалпы мынау орыс ғалымы Клёсов деген бар, Треповалов деген бар. Соны Мәскеудегі лингвистика университетінің ғалымы, тарих ғылымының докторы, лингвист Дмитрий Петровтың айтқаны бар. Соң мына татар академигі Закиев деген бар. Сол жаңағы шумерлердің тілін зерттеп, мынау Америка үндістердің тілін зерттеп, олардың тілі біздің тіл болғанын айтқан. Ал енді біздің филология ғылымдарының доктор Қойшығара Салғараұлы, соң әуесқой тарихшы, Түркский сага Чингисхан атты кітапты жазған математик, спорт академиясының президенті Қайрат Закарьянов ағаларымыз, бұлар ежелгі гректердің тілін зерттеп, олардың да тілі біздің тіл болған айтып жүр. Әрине бұны жалпы түрік тілі дейді. Біз өткен лекциямызда тыңдағанда түріктің бізге ешқандай да қатысы жоқ. Осы жерде айтайық, түркі деген этнонимнің бастапқы нұсқасы мына Тибет тілдерінде, Тибет қағаздарында дүргөй, дұрға деп жазылып қалған. Бұл дүргөй деген сөз. Міне осы дүргөй деген сөзін орыстың другой, чужой деген сөзі пайда болған. Енді дүргөй дегеніміз жаңағы бірінші тур өгөй, тұрандықтарға өгөй деген әңгіме болуы мүмкін. Не болмаса жаңағы олардың генеалогиялық мифі бойынша әкесі қасқыр, әкесі жаңағы адам, шешесі жаңағы қасқыр болғандықтан айтқан болса керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сіздер менің жаңағы лекцияларымды бәрін тыңдасаңыздар, жазғандарымды оқысаңыздар, мен ешқашан да түрік тілі деп айтпаймын, қыпшақ тілі деймін. Оның үстіне мына Оралхан Бөкей, мына Бошай Кітапбаев деген бізде социалистік еңбек ері болған шежіреші. Міне сол кісінің шежіресінің алғы сөзінде ноғай елінде ел анасы Найман, тіл анасы Қыпшақ деген сөз бар. Бұл сөздерді көп нәрсені аңғартады деп айтқан еді. Яғни тіл анасы Қыпшақ, біздің тіл Қыпшақ тілі. Көрдіңіздер ме? Және де Қыпшақтың шежіресінде мына Ферғана аңғарының үш бұрышты қалып айтылған, олардың бір атасы Құба қалып екенін біз алдында айттық. Міне сондықтан ал енді Қыпшақ тілі болса, сол жаңағы Дмитрий Петров, Мәскеудің лингвистика университетінің жаңағы ғылыми қызметкері, сол айтады: «Я, наша государственность образовали Қыпшақи, Қыпшақи, они есть казахи» дейді. Сондықтан мынау қазір мынау Евразия және қазақ тарихы атты монографиялық еңбек жазған Америкада тұратын біздің қазақ қандасымыз Найман Байжігіт Хантоғастың ұрпағы Мұхтархан Оразбай ағамыз өзінің жаңағы Евразия және қазақ тарихы атты еңбегінде сол Қыпшақ дегенді Қап сақ деп түсіндірді. Қап тауының сақтары деген. Ал Қап тауының ең алғашқы тұрғындары сол қазақтар болған. Оны қазір біз міне тіл қайраткері, филолог, ақын жазушы Шекарбану Рахметолдақызы қазақ тіліне қатысты Ұлы Тұранның ұлы тілі деген еңбек жазды. Оны қазір біз брошюра ретінде бастыратын боламыз. Сол жерде сол менің кітабыма және де сол Мұхтархан Оразбайдың айтқандарына сілтеме жасалып, ғылыми түрде қазақ тіліне бағасын беріп жазды. Оны біз көп тиражбен шығаруға тырысамыз. Мен ойлаймын, енді 10 миллион қазақтың үйінде тұрмаса да, мына менің 10 мың подписчигім сол кітапты менің подписчиктерім ретінде мені тыңдайтын, мені білетін, мені ұғатын
менің подписчиктерім ретінде сіздердің қолдарыңызда болу керек. Өйткені осы айтылған лекциялардың бәріндегі айтылған сөзі, ар қазақ мифологиясында айтылған сөздердің бәрі сол жерге қысқаша, енді осы жазушы ғой, филолог, ол қысқаша менің кітабымды оқып әбден бәрін түсінгеннен кейін қысқаша ғана ұлы Тұранның ұлы тілі деп кітап жазды. Міне бұны біз 6 тілге, әлемнің 6 тіліне аударатын боламыз. Сол кезде әлем мына қазақты тіл әлемдік тіл болатынын түсінетін болады. Өйткені бұл жерден басты мәселе түгел сөздің түп атасы Майқыби деген мәтелді ол кісі талдап, менің айтқаным бойынша, Серікбол Қондыбайдың айтқаны бойынша, сонаның тек қана сол ең алғашқы тіл қыпшақ тілі болғанда жалпы осы қазақ тілі екенін дәлелдеп тұрып жазып отыр. Міне сондықтан қазақ тілі әлемдік тіл болады дегеніміз оған аз уақыт қалды. Міндетті түрде ол сол ұлы Тұранның ұлы тілі деген кітап жарық көргенде содан біле жатарсыздар. Және де өздеріңіз білесіздер, Гейдар Жемалдың айтқаны бар: казахи станут становым хребтом в политике большого Турана деп. Яғни ұлы Тұранның саясатында қазақтар белсенді рөл атқарады деп отыр. Сондықтан жуықта жаңағы осы ұлы Тұран қауымдастығына қатысты Мұхтархан Оразбай ағамызға, осы тарихын доктор профессор ретінде, ол кісі академик ретінде сол кісіге мынау Евразия университетінің ректоры айтып, Қасым-Жомарт Тоқаев сұратып жатыр деп Тұран жөнінде мақала жаздыртып алған екен. Көрдіңіздер ме? Сол мақаланы оқыған болса керек. Қасым-Жомарт Тоқаев осыдан 3 күн бұрын мен ол кісінің жаңағы сөйлегендерінде сол Мұхтархан Оразбайдың мақаласындағы жазылған сөздерді ауыз айтып тұрғанын өз құлақ етіммен естідім. Мына мемлекеттік теледидардан айтып жатыр. Яғни қазақ тіліне қатысты біраз президент жақтан, президент әкімшілік жағынан көңіл аударылды. Ал енді Мұхтархан Оразбай сол бір мемлекеттік отырыстағы жиналыста айтқан екен: ұлы Тұран бірлестігі қазақ тілінсіз болмайды деп. Алайда енді қазақ болғандықтан біз ортақ тіл қазақ тілі болсын, осы бірлестікте деп, жаңағы түрік тілі бар, Әзербайжан тілі бар, татарлардың әркім өз тілі бар, түбі бір тіл. Оны енді нақты ұсынған жоқ, тек қана қазақ тілі ғылыми тіл болсын деп айтқан. Ал енді ғылыми тілді болсын деген сол Қасым-Жомарт Тоқаев қазір айтып отыр. Ол ұсыныс жаңағы Мұхтархан Оразбайдан түскен, ол менің жетекшім болады. Қазір бірге жұмыс істеп жүрміз. Бірақ бұған дейін де айтылған, мысалы Олжас Сүлеймен. Ол кісі осыдан 2 жыл бұрын болса керек, мировая наука нуждается в знании нашего языка дейді. Ол мысал келтіреді. Анау Бог Осирис деген сөз, өсімдіктің құдайы. Ол біздің өсіріс құдайы деп. Мысырдағы жаңағы осыдан 5000 жылға бұрынғы Бог Осирис дегеніміз өсіріс құдайы деген сөз деп өсімдіктің құдайының атын аударып берген еді. Түсіндіріп берген еді біздің тілден. Ал енді сол менің кітабымның алық сөзінде біз алық сөз қылып алдық. Мынау мифолог ғалым, философ, философия ғылымының кандидаты, мәдениеттанушы Зира Наурызбаева былай дейді: в исследовании реконструируется проформа современных казахских слов и их изначальное символическое значение. Казахский язык становится средством исследования мифологии. Яғни қазақ тілі мифологияны зерттеудің құралына айналды. А мифология деген сол 12.000 жыл бұрыннан айтылып келе жатыр. Қай елдің мифологиясы болсын, айданып келіп қазаққа тірелетін біз мына осы кітабымызда дәлелдеп келтіріп, мифтердің негізінде, жырлардың негізінде, Одиссей жырының негізінде, Мадай қара жырының негізінде, жаңағы Алпамыс жырының негізінде, Манас жырының негізінде соның бәріміз дәлелін келтіріп отырмыз. Ал енді в исследовании реконструируется проформа современных казахских слов и их изначальные символические значения дегені, проформа деген ең алғашқы бір сөздің ең алғашқы нұсқасы, және оның символический значение, олардың нақты мағынасы. Яғни Майқыби деген сөздің Шекербану Рахметоллақызы мағынасын түсіндіріп отыр. Сол арқылы біз жаңағы түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқыби дегенде әлемдегі түгел тілдердің атасының қазақ тілі екенін дәлелдеп отырмыз. Оны және тарихшы ретінде біз анау ацтектердің Попол Vuh атты ежелгі шежіре кітабында олардың да осы Майқыбидің
туралы айтылған сөзді қайталап тұрғанын білеміз. Ол жерде енді орысшаға аударған екен, они были отцами и матерями всех слов деп, сол ферғана аңғарынан кеткен үндістердің шежіресінде солай деп айтылды. Яғни сол жерде тіл пайда болған. Сондықтан менің көмекшілерімнің бірі, мына Жетірудағы Тамадан тараған Бақытжан Рәшілінің айтуынша, тіпті орыстың язық деген сөзі біздің әз-ық деген сөз дейді. Әз-древ ық деген, енді мынау ферғанаға ық қой, тау. Яғни тіл сонда пайда болғандықтан орыстың өзі әзық дегенді языққа айланып кеткен дейді. Сондықтан адайдың жаңағы мынандай үш бұрышты таңбасы бар, оны анау жаңағы тіл таңба деп жүргені соның үлкен мағынасы бар. Жалпы. Ол үш аша таңба, айыр таңба, ол мына үш тауға қатысты айтылған. Көрдіңіздер ме? Бұл қазақтың 300-і де ол 300 тарақтың 300 айтылып тұр. Иманғали Тасмағамбетов айтқандай адамның 500 айтылып тұрған жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан тіл таңба дегеннің адайдың енді ең көне халық адай екені белгілі, 70 мың жыл бұрын адай болған деп айтады. Енді оны талай жерде айттық, оны қайталап жатпай, кітабымызда жазылған. Ал адам біздің жындылар, әсіресе Найманның жаңағы партия совет орта қызметкерлерінің арасынан шыққан шежіресі мақтары жаңағы. Ой, адай мен арғын 16 ғасырда пайда болған дейді. Ал енді міне менің ұстаздарым бірі Жемісбек Толымбеков деген ағамыз, Матай, сол кісі маған жөнелтіп жіберіпті. Салахиддин Шарафиддин ұлы деген Жәңгір хан тұсындағы орда молдасының Қазанда басылып шыққан, Каримовтар баспасында басылып шыққан шежіресінде Ергенекоңды Арғын Ахон дейді. Көрдіңіздер ме? Арғын деген Атлантидада арғын болған. Арғын Ахон дейді. Міне Арғын Ахон деген тауға барып жасырынған дейді Қиямменнің көз. Бұл дейді ыстық су маңында дейді. Ыстық су деген ыстық көл дейді. Құран кәрімде ыстық теңіз деп аталады. Көрдіңіздер ме? Ол арғын мен адайдан көне халық жоқ. Арғын дегеніміз, сондықтан біз арғын аға деп атайтынымыз сондықтан болады. Енді қазақ өзінің негізіне, тарихына оралады деген тақырыпты айтып кетейік. Біз енді мынау кітабымыздың алғы сөзі ретінде ең басына место предисловия деп орысша нұсқасында жаздық. Яғни ол кездегі мемлекеттік хатшы Иманғали Тасмағамбетовке қазақтың мәдениет танушылары Мұрат Әуезов, Болат Қарақұлов, Әсия Мұхамбетова, Аслан Жақсылықов, Едіге Тұрсынов, Таласбек Әсемқұлов және Зира Наурызбаевалар хат жазады жаңағы. Біздің тарихымызды, жаңа тарихты қайта зерттеу керек екен. Арғы қазақ мифологиясына қатысты сонда былай деп жазған екен орысшасы. Вызов времени таков, что именно казахским ученым-гуманитариям 21 века предстоит совершить прорыв, сложившийся в мировой науке теориях о историческом пути кочевников Евразии, а значит и истории человечества вообще дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни, мынау дүниежүзілік ғылымда қалыптасып қалған көшпенділерге, жалпы адамзат тарихына қатысты қалыптасып қалған тұжырымдарды қазақ гуманитарий ғалымдары ертең тас талқанын шығарады дейді. Міне біз өзіміздің кітабымызда сол теорияның тас талқанын шығарып жазып отырмыз. Оған дейін арғы қазақ мифологиясының авторы Серікбол Қондыбай тас талқанын шығарған, және де сол менің кітабыммен қатарлас дүние жарық көрген Зира Наурызбаеваның «Вечное небо казахов» атты кітабы жарық. Ол жерде де көп нәрсе айтылған, яғни Құран кәрімдегі ескендір Зұлқарнайн дегеннің ешқандай да Александр Македонский емес екен дәлелін келтірген. Ал Зұлқарнай деген ол біздің қазақтың сөзі, зіл қара най деген сөз. Яғни ана мүйіз сырнайы болған, екі мүйіз сырнайы, қос мүйізді деген содан болған. Ал енді мына біздің де жаңағы тарихшы сымақтар, ғалым сымақтар, шетелдің ғалым сымақтар, ол ананың басында жаңағы несінде, дулығасында екі мүйізі болған деп қиялдан айтып жүрген әңгіме. Ол енді басқа тақырып, ол жөнінде біз тағы айтатын боламыз. Міне, қазақ өзінің негізіне, тарихына оралады деген, бұл да
Хақ, өйткені қазіргі кезде сол жаңағы Мұхтар Оразбай ағамыз Евразия және қазақ тарихы атты еңбегінде 5 нәрсені айтады. Яғни от, ет, ат, арба, үй, киіз үй. Осы 5-еу қазақтан қалған дәлелдерін келтірді. Ол мифологиялық дәлелдер де бар, тастардағы жазуларда дәлелдер бар, және де жаңағы Қытай деректерінде дәлел бар. Жалпы Қытайдың мифологиялық сөздігі деген бар. Бірақ менің қазір әріптестерім соны Таиландтан алдыртып отыр. Өйткені Қытайда бұғатталған екен. Өйткені ол Қытай ғалымдарының айтуынша бұл Топан судың оқиғасын, өтірік жалған оқиғасын тасталқан шығарады екен жаңағы. Ал және де ол мифология біздің аталарымыздан аузынан жазылып алған біз сезіп отырмыз. Яғни Ферғана аңғарын, сондағы Сүлеймен тауды Холм мастеров колесниц деп алдында айттық қой. Холм мастеров колесниц деп айтады екен. Яғни арба жасаушылардың төбесі, тауы деген сөз. Мынау сол Өскемендегі Ақбауырда соның суретін салып қойған, оны біз қазір түсіндіретін боламыз. Міне, яғни от, ет, ат, арба, қаңлы, арба және киіз үй, ол өркениеттің ең басты жаңағы проформасы, ең басты нұсқалары ол қазақтан қалған. Сондықтан екінші бір ғалым, тіл дамыту институтының директоры Анар Фазылжанов айтады, біздерге дейді, арбаны ойлап тапқаннан кейін тоқтау керек дейді. Ал енді мына адайлардың шежіресінде тіпті қорықты да сол адайлардың ойлап тапқаны, және де кейін жарып алғаны бір ауыл елді, содан елімізді қырып алдық қой деп қашып барса келмеске тығылғанына дейін айтылады. Анау Америкаға кеткенде жаңағы екі салтатты сиятын жалғыз аяқ жолмен арғы бетке шықтық, арғы беті жазық екен дейді. Кейін ол аналар анау жаңағы кісі жегіш тайпалармен қырқысып жүргенде Беринг бұғазының жаңағы жалғыз аяқ жолы су шайып кетеді, олар ар жақта қалып қалды. Сондықтан біз адайлардың, Америка үндістердің арасында адай деген тайпаның бар екенін біліп отырмыз. Оларға барғандар бар, көргендер бар. Және де анау Ру Қыпшақ болса керек, бір ағамыз сол жаққа барып зерттеген кезде, сол Америка үндістерді кәдімгідей мыналар қазақтар деп отыр, таңбалары да Қыпшақтың таңбасы, және де мұғал, адай мұғалдың таңбасы. Көрдіңіздер ме? Ал енді шежіредегі мынау жаңағы өңкем жаңағы көрінген дүңгіршекте сатылып жатқан шежіре деректерінде мына сияқты міне мынандай сияқты КГБ-лар жазып берген. Осын оқып алған жындылар арғын мен адай 16 ғасырда пайда болды деп жүр. Біздің қолда көптеген осы күнге дейін жасырын ұстап келген шежіре деректері бар. Яғни Тоқтамыс ханнан Едігеге қалған, Едігеден Асанқайғыға қалған, Асанқайғы Жәнібек ханға берген, Жәнібек сұлтанға Жәнібек қызын ұзатқанда сандығына салып жіберіп, ол біздің Найманда Көкжарлы, мен сол Көкжарлы руынамын ғой, сол Көкжарлы Саржомарттың төресі болған хан бабада болған. Кейін хан бабаның ұлы Қылышты төреде болған. Ал Қылышты төреден сол шежірені де жаңа болыстық қызметін де тартып алған Саржомарттық Тілеуберді деген біздің бір атамызда болған шежіре бар. Ол Алматыда сақтаулы. Сосын Тұрахан шежіресі бар, менде көшірмесі бар, оның жаңағы түпнұсқасы Алматыда сақтаулы. Осыдан басқа адайлардың шежіресі менің қолымда бар. Алиасқардың шежіресі бар, Сыпыра жырау. Шапырашты Қазыбек бектің де шежіресі, нақты шежіре. О жөнінде айтқанбыз. Енді Қабдеш Жұмаділ ағамыз не бір оймен айтқанын білмеймін. Сол Мырзатай Жолдасбекпен ұстасқаннан кейін бұл шежіре жалған деген болды. Ол кісі мен талай жерде айтып, шежіреден ол кісінің ешқандай хабары болмаған. Ол жерде мысалы қазақтар ертеде Суяб тауына көшіп қонып жүр дейді. Суяб деген сөз сол Суябшы Яфеттің бір атауы. Сонда жаңағы Иосиф Флавий деген Иса пайғамбардың тарихын жазған, Мұса пайғамбардың тарихын жазған Юдейский древности атты кітабында Мұса пайғамбар перғауындардан қашқанда Әз-Шәмшінің Суяб теңізінен өткендегенді айтады. Көрдіңіздер ме? Әз-Шәмші де сол жерде пайда болған. Ал перғауын мен перғаны деген сөздердің ұйқас екенін байқап отырсыздар. Ол
Мысырға кетті аққоқ деген ол жалған әңгіме. Ешқашан Мұса пайғамбар Мысырда болған жоқ. Сондықтан Құран кәрімде өткендегі айтқанымызда айтылады, Аллах тағала айтады: ей Израиль ұлдары, сендерден Тәуратты бұрмалаған бұзақылар болған дейді. Ал енді Блаватская болса, евреи больше всех списывали у Заратустра. Заратустра сол жерде жүрген. Зорот ұштар деген сөзде отырмыз. Ұштар деген держатель великого огня, яғни найзағайшы деген сөз. Оны кейін жаратушы атап кеткен. Сондықтан осы Зорот ұштар деген сөзден кейін сол Мысырға кеткенде бұлар Иштар деген күн құдайының аты пайда болған. Оны менен бұрында тарих ғылым доктор Тараздық бір ағамыз жазған, аты жөні есіме түспей тұр. Оның кітабын мен оқығам. Яғни Заратустраның атында зор от, великий огонь, яғни мықты найзағайшы шақырушы болған дейді. Найзағайға қатысты да көптеген деректер бар. Оның тағы да айта жатамыз. Міне, қазақ өзінің негізіне тарихына оралады дегеніміз, мына Жүсіп Баласағұнның сөзі бар ғой. Земной шар это счастье қыпшақты. Жер шар ол қыпшақтың бақыты дейді. Біздің аталарымыз Америкаға барған, Пасх аралына барған, өткенде біз айттық, Пасх аралында айтамыз. Одан қайта қайтқан, оның бәрі мына қасиетті тасқа қатысты болған, бұлардың көшіп қонып жүру. Енді ежелгі мифологиядан байқасақ, бұлардан қытайлар, және шығыс ғұндары, Қытайдың бір түрі дейді, қалмақтардың аталары бұл тасты тартып алмақшы болған. Бұл таста құдірет болған. Міне Мадай қара жырында айтылғандай, бұндай кітап ешкімнің қолында жоқ, менің қолымда ғана бар. Кезінде Мәскеуден алдыртқан менің әкем. Міне сол жерде бұл тас жаңбыр шақырталады, жауларын жаңағы жояды, және де адамды тірілте алады деп. Иса пайғамбар осы тастың күшімен адамды тірілткен. Сондықтан Иисус Христос деген оның лақабат екені белгілі. Мына Блаватская оны дәлелдеп айтады. Ол қыр әз тос деген сөз болса керек. Тосты ертеді, тас дегенде ертеді, тош деп айтқан. Ежелгі таудың тасы деген сөз. Ал қытайлардың екі дерегінде біз сол тастың жаңағы Ферғана аңғарында тұрғанын білсек, Попол Vuh атты америкалық ацтектердің шежіресінде біз кеткен жақта тас болған, оның аты Қағба болған дейді. Міне Қағбадағы қара тас айтылып тұр, яғни аспаннан түсіп қара жерге қағылып кеткен тас айтылып тұр. Міне осыған қатысты қазір мынау сол жаңағы академик ағамыз, профессор, тарих ғылым докторы Мұхтархан Оразбай қазір елде жүр, Америкадан келді. Мен ол кісінің сыртынан естіп, арнайы барып Алматыға барып танысқан едім. Қазір бірге жұмыс жасап жатырмыз. Міне қазір осы Шығыс Қазақстан облысына сол кісінің келуін күтіп отырмыз. Мына Шығыс Қазақстандағы Ақбауыр кешеніне қатысты зерттеулердің бәрін жүргіздік. Ол кісі келгендіктен біз тағы да ол кісінің жазулардың мағынасын айтып отыр. Тағы да конференция, ғылыми конференция жүргізетін боламыз. Оның бәрін видеоға түсіреміз. Тіпті бәлкім телевидениеден де көрсете аламыз. Өйткені енді ол кісі Тоқаевтың көз алдында жүрген азамат болғандықтан, ол бізге қазір мемлекеттік телевидениеге шығу бізге қиынға түспейді. Ал енді сол Ақбауырдағы, енді мен Ақбауыр деген өзімнің қазақшам бар, лекциям бар ютубта, оның алдында көрген шығарсыз, оқушыларды алып барғам, оларға бәрін айтқам. Енді сол Ақбауыр жөнінде, яғни қазақтың негізгі, қазақтың тарихы сол Ақбауырда, жаңағы 5 мәдениеттің бірі киіз үйдің, Мұхтархан Оразбай айтқан, сол Ақбауырда тұрғанын айтайық деп отыр. Міне Ақбауырдағы төбесі де тесігі бар үңгір. Міне осыған қатысты Ресей дегі Петровский академия наук и искусствотың ғылыми корреспондент мүшесі, біздің Өскемен Евгений Курдаков деген жарықтық марқұм болып кетті. Ақбауыр тайны и открытие деп кітап жазып кеткен екен. Және де бұл орыс бола тұрса да қазаққа беті бұрып, бұның бәрі қазақтық дегендей айтып кеткен екен, жарықтық. Міне былай деп жатыр. На потолке грота имеется окно по виду естественного происхождения, хотя сердцевидная, вернее печеневидная форма отверстия позволяет предположить, что его подправляли. Вполне возможно, окно несло сакрально-календарные функции, подобные тому, какие имеет шаңырақ в казахской юрте, позволяющий наблюдать за высотой солнца. Енді бұл күннің осыған қарап біздің аталарымыз, менің зерттеулерімде,
мына наурыз күнінің 21-22 күнің сол күнді анықтай алған екен. Көрдіңіздер ме? Кстати, на площадке ниже входа лежит очень интересный по форме крестовидный гранитный камень, словно сброшенный с крыши грота дейді. Крестовидный айқыш дейді. Возможно, он прикрывал собой окно, и в таком случае все это древнее каменное устройство может не только объяснить происхождение шаңырақовой конструкции, юрты, но и намного, почти на порядок удревнить заложенные в ней идеи. В любом случае, этот камень, лежащий у входа в полупещер, не случайно и требует особого изучения. Бірақ мен бұл жерге 2 рет бардым. Орыстар, шовинистер, қазақты мәңгүрт күйінде ұстап отырмақшы болған жаңағы партия совет басшылар, мына Назарбаев қалмақтың 30 жылдық заманында жаңағы бұл тастың көзін құртып жіберген екен. Алайда біз мына тастағы, таңбалы тастағы жазуларды зерттей келе, мына орыстың айтқаны рас екенін айтып отырмыз. Яғни айқыш, орыстардың креш деп жүргені біздің сөздің кресі екенін айттық. Кресі дегеніміз сол аспаннан не ауа кіреді, не болмаса жаңағы алдында айтқан 4 тас аспаннан түсіп, қазанды тесіп, қара жерге қағылып кеткен. Сондықтан соның біреуі Меккеде тұр, қағып аталғаны, қағылма, қағылба деген соң әріптер түсіп, қағып аталып кеткен. Арабтар оның мағынасын білмейді, Каба деп тілдері келмейді. Сақауланып айтып жүр. Міне, енді осының киіз үй екенін дәлелі міне сол жердегі суретте міне көрсетілген. Мына шаңырақтан, киіз үйдің шаңырағынан түскен 4 тасты белгілеп қойған. Міне сол 4 тасты 2 рет тағы да қойған. Мынау сол ең алғашқы бұл тас Сүлеймен таудың басына түскен. Мынау міне Сүлеймен таудың басында бұл тас тұрған. Енді біз мынау тұрған мынау кісіні кімді? Бұл Құдайды суреттеп қойған. Өткенде мен көк теңіздің суретін көрсеттім ғой. Құдайды суреттеп қойған. Өйткені олардың суреттегенде Құдай қолын былай ұстап тұрады екен. Мысалы, тас лақтырдым деген мағына білдіріп тұр ма екен, о жағын білмеймін. Яғни Аллах тағала, Тәңір жаратушы Құдай өзінің таңдап алған избранный народ дейм, соған жаңағы тас жіберген. Біздің бұл енді менің өзімнің тұжырымым. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан міне Алтайдағы суретте міне тастағы Құдайды 2 қолын солай төмен түсіріп қойған. Және де міне шаңырақ көрсетілген, сол шаңырақта 4 нүкте көрініп тұр. Яғни бұл жаңағы ешқандайдағы орыстар алдап жүрген астрономиялық нысана емес, жұлдыздарды қарайтын нысана емес. Бұлар Даниал Ахметовті алдап 200 миллион ақша өлдіртіп, летающий тарелканың формасында ол жерге музей салмақшы, қоршап алған, қазақтың басын қатырып алдап жүр. Сондықтан мен өзім оқыған мектептің оқушыларын апарып, мынаған сенбеңдер, мынаның бәрі жалған деп айтып кеткен едім. Және де ол кешенің бастығы қазір орыс адам болып отыр осы күнге дейін. Біз осы мәселені қазір Шығыс Қазақстан облысында мәдениет басқармасында көтеретін боламыз. Неге жалған айтасыңдар? Неге түсіндіре алмайсың? Түсіндірілмейді екенсің. Жалған айтасың. Кетіңдер. Орныңды қазаққа беріңдер деген әңгіме айтайық деп отырмыз. Міне, сондықтан бұл сол Ферғана аңғарында тұрған ең алғашқы киіз үйдің сол жаңағы 4 тас келіп аспаннан түскен киіз үйдің ескерткіші ретінде аталарымыз қойған болса керек. Олар о жақтан ауып кеткен себебі енді соны айтайық. Мына жерде міне Бюфон деп аталған Жорж Луи Леклерк 18 ғасырда былай деп жазады. Қазақ елі жайлы кәдімгі тарих деген фундаменталды ғылыми еңбектің авторы Жорж Луи Леклерк Бюфон былай деп жазады. Бірінші мемлекет, яғни осылай атауға лайық, ескі заманда Каспий теңізінің шығыс жағында дүниеге келген. Ферғана жақта айтып отыр. Бұл халық ғылымды, өнерді, басқа да игіліктерді дүниеге әкелген, істері үшін де құрметке лайық. Олар төтенше бақытты болады. Себебі олар өте білімдеді. Кейін жаттың шабуылына ұшырап, адамзаттың ұлы цивилизациясын қара түнек басты дейді. Көрдің, жаттың шабуылы болған, оны ацтектердің шежіресінен айтам. Мына менің кітабымда айтылған, оны тәпсістеп айтып жатпайық. Міне осы шабуылдан кейін, біздің аталарымыз ауып кеткеннен кейін, сол ең алдымен мына Жетіқаған жырында айтылғандай, қазақтың Жетіқаған жырында айтылған алдымен Алатауға келеді. Жалғыз алма ағашының түбінде періште бидайықты
қағанды орналастырады да мына ағашты енді алма ата деп атайтын боламыз. Ал енді Самарқан саған мекен болмас, ол Тақ Сүлеймен Ескендір және Жемшиттен қалған дейді. Самарқан дегеніміз Ферғана аңғарының ежелгі атау, кейін ол қалаға берілген. Оны айттық. Көрдіңіздер ме? Міне, сондықтан бұл соның ескерткіші. Бұл жерде кейін біз мынау Айыртаудың маңында сондай үңгір жазуы бар таптық. Оны да қазір зерттейміз. Міне Сүлеймен таудың жаңағы фотосы, міне соған ұқсатып, сол таудың маңайында, Айыртаудағы таудың маңайында қоныстанған. Бұндай тау Ақбауырда да бар. Және де мына жерде сол ғалым жазады. Зерттеген ғой кезінде, Совет үкіметі кезінде зерттеген. На краю площадки отчетливо просматривается словно высеченный след стопы человека, дейді. Вполне возможно, этот знак рукотворен и несет какую-то связь с гротом и с происходящими здесь некогда священными ритуалами, но и это тоже требует специального изучения, дейді. Із бар, дейді. Ол ізді міне біз Айыртаудан да басына шығып тауып отырмыз. Сол сияқты міне тесікті де тауып отырмыз. Міне осының бәрін біз қазір Мұхтархан Оразбай ағамыз келгенде зерттейтін боламыз. Міне құрметті ағайын, көрдіңіздер, иә? Ал енді мына Бюфон айтқан ең алғашқы мемлекет деген сол Алаш ханымыздың құрғаны. Сондықтан тарих ғылымының докторы Жамбыл Артықбаев айтқандай, ежелгі шежірелердің негізінде айтады. Алаш хан дегеніміз Нұх пайғамбардың замандасы, не болмаса өзі дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді қазір міне жасырынып тұрған шежірелердің бірін жария етіпті менің комментарийлерімде. Зейнеп деген біздің менің бір подписчиктарым, сол кісінің айтуынша наймандар сол Нұх пайғамбардың Шәмші деген ұлынан тарайды дейді. Енді ол енді негізі ол шежіре рас, бірақ мен бұл шежірені білмеген. Мен өз зерттеуіммен сол Шәмшіден таратып отырған мына кітапта сонымен таратып айтып отыр. Бұл жерде Шамбала Найманов деген арнаулы тарауы бар. Шамбала деген сол Шам өлкесіндегі тұр тауы болады. Міне көрдіңіздер ме? Яғни Мұхтархан Оразбай ағамыз, тарихының доктор, профессор, жуықта сол Қонаев академиясынан ол кісіге академик, институтынан академик атағы берілді. Міне сол кісі мынау жазулардың бәрін жібердім, фотоларын, ол зерттеп, Түркияға зерттеуге жіберіп, ол кісінің айтуы бойынша Ақбауыр мен мынау Айыртаудағы үңгірдегі суреттер мен жазулар, олар қазақ халқының дүниежүзілік маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер болады. Осы жерден біз тарихты ашатын боламыз. Оның үстіне Өскеменнің Кеңгір Тұра деген атауы ғылыми тілде бұл Кангар Тұран деп аталады. Кангар дегенім сол да ежелгі Кан хакамалы, Авестада айтылған, Фердаусиде айтылған болады. Енді бұны тарихты өткенде айттым ғой, араб, орыс, Қытай бізді адастырып отырған деп. Міне Еренғайып Омар, сол кісінің досы, бірге жақсы араласады жаңағы. Айта кету керек, бұл Мұхтархан Оразбай ағамыз қазір енді тарих ғылымының әулиелеріне айланып кеткен Манаш Қозыбаевтың шәкірті, соның қолынан оқыған Алтай Аманжол, Сәрсен Аманжоловтың ұлы, сол кісінің қолынан оқыған, және ғұлама ғалым, мен өте сыйлайтын орыс ұлтты қазақтың ғалымы Зуевті көріп, сол кісімен әңгімелескен, сол кісінің деректерін көрген адам. Көрдіңіздер ме? Сол кісінің жаңағы Манаш Қозыбаевтардың ізбасары болады. Мына Еренғайып Омар руы Арғын, бұл кісі қазақ өркениетінің негізі атты кітап жазған. Бұл Ресейде дау туғызған, бірақ қанша дауласса да орыстар бұл кісінің айтқандарын жоққа ешқашан шығара алмайды. Өйткені бұлар кәсіби тарихшылар, бұлар негізсіз еш нәрсе айтпайды. Негіз дегеніміз ол қазақтың негізі. Көрдіңіздер ме? Міне сонда жаңағы араб құлдардың кеп ең алдымен бізді адастыра бастағанын мына дерек тауып соны көрсетеді. Берунийдің жазғанында. Құтайба жазусызды білген хорезміктерді, ертегі аңыздарды сақтағандарды, олардың ішінде болған барлық ғалымдарды асқан жауыздықпен жойып жіберді. Мұның бәрі қара түнекке айналып, оларға ислам келген кезге дейінгі тарихтан белгілі шынайы білімдер түгелдей құрып бітті. Дейді, көрдіңіздер ме? Құртып жіберген. Соның өзінде біздің аталарымыз жерге көміп, анда тығып, мұнда тығып, осы күнге дейін жаңағы шежіре деректерін біздерге алып келген. Біз дала ауыз тарихы бар халықпыз. Сондықтан мына тарихшылардың, мына Совет үкіметіне сатылған тарихшылардың
айтқандар оттаған мифология ғылым емес деп. Нағыз мифология ғылым, өйткені қандай да болса мифтің түбінде ұлы ақиқат жатады. Оны ғұламалар айтқан. Сондықтан кейін мына жаңа тарихты қайта жазамыз дегенде мен ойлаймын Путиндер жаздырмай отырма деп. Кейін бұл бұлталақтап кетті. Жаңа тарихты алдында Тоқаев жазамыз деді ғой. Кейін бұлталақтап кетті. Соған қатысты мына жарықтық болып кетті. Талас Омарбеков ағамыз, тарих ғылымының докторы, қазақ ру тайпалар тарихы атты ғылыми жобаның бас ғылыми жетекшісі болған. Сол кісі айтып еді, қазақ тарихына академиялық көзқарас дегеніміз ол кеңес үкіметінен қалған ауру деген еді. Өйткені олар біздің аңыз әпсанелерімізді, шежірелеріміз, жырларымызды есепке алмайды дейді. Ал біздің тарихымыздың бәрі Манас жырында, Алпамыс жырында, Мағадай қара жырында, Одиссей жырларында жатыр. Сондықтан мына сол жаңа Курдаков Ақбауырды зерттеген айтады. Бұл мына Манас жыры анау неолит дәуірінен айтылып келе жатыр. Алпамыс жыры да сол дәуірден айтылып келеді, бірақ мыңжылдықтар өте жаңағы кейіпкерлер Қытай қалмаққа айланып кетеді, қалмағын кейін Қарақытайға айланып кетеді деген сияқты солай ғана болып отырған. Бұлар өте көне жырлар болды. Соның бәріміз айтатын боламыз, оның бәрін жария ететін боламыз. Сондықтан құрметті ағайын, бүгінше міне Жанат Бақыттың қазақ өзінің негізіне, тарихына оралады, қазақ әлемдік тіл болады деген сөзді оққан болады шығардар. Қазір мына Ұлы Тұранның ұлы тілі деген мақаланың қысқаша нұсқасы Дала Ньюс сайтында және газетінде жария көретін болады. Оған да подписка беріп қойыңыздар. Енді маған көптеген сұрақтар Кенесарының бас сүйегіне қатысты, Жанаттың айтқанына қатысты сұрақ қойылады. Иә, біз өзіміз зерттеген, оған менің мақалам бар. Кенесарының бас сүйегі және Қазақстандағы монархиялық қозғалыс деген осыдан 5 жыл бұрын жазған мақалам бар. Жалпы Жанаттың айтқандарына сол мақаладағы айтылған сөздер ұқсас. Яғни расында да Кенесарының бас сүйегі судың ортасында деген ол жерде айтылған. Оны біз мына Наймандар және Төрелер атты тарауында менің кітабымның шет жағасымен жазған. Толықтай кірмеді, өйткені төрелердің сұрауы бойынша мына қалмақтың тұсында ондай деректерді жариялау мүмкін болмады. Сондықтан біз қысқартып қана Наймандар және Төрелерді, сол Төрелердің монархиялық партия құрмақшы болғанын, сондықтан осы Кенесарының бас сүйегіне қатысты, Төрелердің шыққан тегіне қатысты, Шыңғыс ханның шыққан тегі қазақ екеніне қатысты маған тапсырыс берілген екен. Сондықтан біз Шыңғыс ханның қазақ болған дәлелін келтіріп, және Ергенекоңды тауып, Ергенекоң деген Ферғана аңғары екенін айтып отырмыз. Міне, сол Кенесарының басына қатысты біз арнайы, мен лекция оқимын, келесі ме, одан кейінгі ме, оның дайындыққа байланысты, сол кезде біз сол Кенесарының басына қатысты айта аламыз. Ол жерде Әлихан Бөкейханов баяғы Кенесарыдан кейін 20 жылдан кейін дүниеге келген, ол қайдан біледі деген мәселе, ол тылсымнан естіп тұрған дауыс, ол бөлек дүние. Ол 100 жылдан кейін келсе де Әлихан Бөкейханов Кенесарының басын көруі мүмкін. Ал енді маған сол міне Дәнекерім Тәнеке деген мына шежіреші Жемісбек ағамыз беріп жіберген кітапта мынандай дерек бар екен. Әлихан Бөкейханов былай деп жазады: Жантай Қарабеков Төрегелдін құтқару үшін Сыпатай мен Рүстем төреге қолқа салады. Олар Төрегелді Қапал уезінде орыс қолында. Біздің құтқаруға шамамыз келмейді. Кенесарының кесілген басын апарсаңдар, Төрегелдіні босатады делінген деп Әлихан Бөкейханов жазады. Яғни Кенесарының басына Әлихан Бөкейхановтың қатысы бар екенін көріп отырмыз. Ал Төрегелді деген жаңа Наурызбайды өлтіруді ұйымдастырған. Наурызбай біздің Найман Тәнеке батырдың жолдасы болған. Сондықтан сол Наурызбайдың кегін қайтарам деп Төрегелдіні ұстап алып, аяғынан сүйретіп алып кетіп қамап қойған. Сол кезде қырғыздар жаңа Сыпатай мен Рүстемге келеді де, көмектесіңдер дегенде біздің Найманға сөзіміз жүрмейді, орыстарға жүгініңіздер деген. Міне осы тақырыпты, Кенесарының басы қайда, біз оны көрдік пе, көрмедік пе? Мен институтта оқыған кезде тарих факультетінде шовинист Василий Иванович Петров деген деканымыз болған. Сол кісі айтқан Кенесарының басын көрген. Соның бәрін әңгімені айтып беретін боламыз. Әзірше осы, құрметті тыңдаушылар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Қайрат Зарыпхан.